йогурт, йогурт, орман жидектері дәмімен. Кешірім сұраймын, егер де сіздерге артқы фонда неше түрлі дыбыстар естіліп жатқан болса, өйткені енді бізде анау айтқандай шумоизоляция жақсы емес. Көршілерімді жиі естіп тұрамын енді. Мен осылай жасағанды жақсы көремін. Дауысы жазып тұр деген ойдамын. Дауысым жазып тұр. Қазір 1 минут. Дауысым қалай бір жақсы естіліп тұрмын деген ойдамын. Алма, орман, жеміс, жидектермен, йогуртпен аралас. Қыздар, мен микрофонымның сырын енді түсінген сияқтымын. Мынаның астында дауысын бұрайтын жері бар екен ғой. Бисмилля.
қызығушылықтарым бар. Сол қызығушылықтарымның бірі менде корей тілін оқимын деп айтқанмын. Соңғы видеомда менде емтихан болады, мен үшін сәттілік тілеп қойыңыздар дегенмін. Маған сәттілік тілеген кісілерге көп рахмет. Өйткені мен екінші деңгейге өттім. Егер шатаспасам, корей тілінде 6 деңгей бар. 6 деңгей. 6-шы деңгейге енді жету қайда, енді көбісінде 5-ші деңгей. Менде қазір 2-ші деңгей, яғни 2-ші деңгейді мен оқып жатырмын. Бірақ та мен әлі топик тапсырған жоқпын. Маған топик тапсыруға болады дегенмен де мен өзім әлі топик тапсырғым келмегендіктен ондай емтихан тапсырудан бас тарттым. Топикті бет алды тапсыра берудің қажеті бар деп ойламаймын, өйткені 2-ші деңгейді мен әлі енді оқып жатырмын. Егер де мен Құдай қаласа енді 2-ші деңгейді тапсырып болғаннан кейін бәлкім 3-ші деңгейге өтсем, мен тапсырамын деген ойдамын. Өйткені менің ойымша 1-ші деңгейді сен топик тапсырсаң да тапсырмасаң да сенде бәрібір де 1-ші деңгей. 1-ші деңгей деген ол не?
біз қыздар әдемілікті өте қатты жақсы көреміз. Сондықтан да бұл мен үшін өте маңызды, және де мен ойлаймын өзіме жаңа 2026 жылға өте жақсы сыйлық сыйладым деп. Өйткені оның алдыңғы жылы 2025 жылға мен өзіме дәл солай жаңа жылға осы iPhone 15 Pro'мды сыйға тартқан едім. Өзім. Сол өте бақыттымын. Араларыңызда егерде корей тіліне қызығам деушілеріңіз бар болса, менің инста парақшама немесе тикток парақшамды да ашып қойған. Онда анау айтқандай менде керемет подписчик те жоқ, просмотр да жоқ негізінде, бірақ егерде сіздерге қызық болса, өтіп тіркелсеңіздер болады. Мен арасында стористарда және видеоларымда корей тілдерімен бөлісіп отырамын. Және менің осы YouTube каналымдағы барлық видеоларыма лүпіл басып және де жақсы ыстық лебіздеріңізді жазып маған қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Және де мен қазір арасында енді шортсқа анау айтқандай мукбаң немесе ASMR салып қалмаймын. Не дейді? Жай видеоларды да салып қоямын енді. Қарапайым видеоларды мукбаңдардан бөлек, өйткені айтқанымдай мукбаң түсіру соңғы кездері маған қиындау болып жүр. Тамақ жеп қоя берем, ұмытып кетемін түсіруді. Одан кейін мен шашым боядым ғой айтпақшы. Шаш демекші қыздар. Мені шашы боялмаған қыздар да көретін шығар енді. Сіздерге айтайын. Мен шашым өзі табиғатынан осындай тым нәзік, өзім сияқты нәзік, жұмсақ болған. Шашым ешқашан шатаспағанда. Жұмсақ енді жұқа өзінің жаңағындай бір тал шашымның өзі жұқа. Айналайындар, егер де сіздерде мен қызығып жаңағы осветление жасаймын, шашымды
мен сіздерге ешқандай да кеңес бере алмаймын ондай шашталарға. Ертең мен сияқты өкініп қаласыздар. Бірақ қыздар, шаш өседі. Мен де басында ойлайтын, бір-ақ рет қана өмір сүреміз, неге жасатып көрмеске. Өйткені мен бәленбай жыл болды ойлап, елестетіп, мә қалай болады екен, бәрінің шашы әдемі, осылай мен де жасатып көрсем ғой деп, әркімге бір қызығып жүргеннен бір рет жасатқан артық. Сондықтан да енді өздеріңіз қарайсыздар ғой, менікі өзімнің тәжірибемдегі нәрсені сіздермен бөлісіп айтып отыру ғой. Және де маған комментарийда жазған екенсіздер, триггер түсіріңізші деп. Оның алдында да мен айтқан едім, триггерларды ұнатпаймын негізінде, бірақ та бәлкім анандай жүйені құртпайтындай бір триггерлар жасап көруге болады. Әрекет етіп көрейін. Және де менің көптен бері өзім қалап жүргенім сіздерге кітап оқып беру. Шынымды айтсам, сіздерге корей тілінде ертегі ма, сондай бірдеме оқып бергім келеді. Кітап. Осымен мен алмамды жеп